Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз құрма қосылған печенье дайындаймыз. Бұл печенье өте дәмді, қамыры өте нәзік болып келеді. Ауызда салса үгіліп тұрады. Печеньемізге керекті қоспалар төменде жазылған. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, қолымызбен әбден үгіп, бір-бірімен араластырып аламыз. Араласқан ұн мен майдың үстіне қант ұнтағын саламыз. Оның үстіне қамыр қопсытқышты салып, 100 грамм сұйық майымызды құйып, және оның үстіне бір дана жұмыртқамызды жарып саламыз. Қамырымыз біркелкі болғанша әбден араластырамыз. Қамырымызды илейміз. Бір-біріне біріктірген қамыр өте жұмсақ болады. Жұмсақ қамырымыздың бетін жауып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Құрмаларымызды сүйегінен ажыратып аламыз. Қамырды тоңазытқыштан алдық, оны кішкентай бөліктерге бөліп, видеодағыдай ішіне бір тал құрмадан салып, шеңбер тәрізді ғып дөңгелетеміз. Және оның үстін шаңшықымен жолақтар салуға болады. Қалыпқа пергамент қағазын төсеп, печеньеларымызды саламыз. Оның үстіне вилкамен басып, жолақтар жасауларымызға болады. 170 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздермен болған әсем, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.